Ансу Фати Мессидің ізбасары атаналымы. 2019-20 жылғы маусым өз ерекшеліктерімен орын алып келеді. Аталмыш маусымның жыл жаңалығының бірі каталондық Барселонаның жас ойыншысы Фати. 16 жасар ойыншының Барселона сапында Испания чемпионаты мен Чемпиондар лигасында доп тепкені кімді болмасын елеңдеткені сөзсіз. Үлкен футболдағы алғашқы ойындарының өзінен ақ өз ойынымен қоса түрлі рекордтардың иесі атанып келеді. Теңбілдоп жанкүйерлері мен сарапшылардың дәл осы жас ойыншының болашағына неге зор үмітпен қарауда. Сіздермен бірге Шерхан Абзалы бүгін жасындай жарқылдаған жас өрен Ансу Фати жайлы сөз қозғайтын боламыз. Ансу Мани Фати Виейра 2002 жылы 31 қазан күні Гвинея Биссаудың бас қаласы Биссауда дүниеге келген. Аяқ-доптың қыр-сырын 2008 жылы Севильяның жасөспірімдер құрама командасынан біле бастады. Бала Фатиге осы сәттен бастап Испанияның қос алпауыт командаларының скауттары көз сала бастады. Барселона мен Реал Мадридтің бәсекелестігі тек жасыл алаңда ғана емес, трансфер терезесінде де орын алған. Әкесінің айтуы бойынша, корольдік клуб каталондықтарға қарағанда 2 есе көп қаражат ұсынған. Бірақ Фати мен оның әкесінің таңдауы Барселонаға түсті. 2019 жылдың 24 шілдесі күні Фати кәсіби мансабындағы алғашқы келісім шартын Барселонамен жасады. Келісім шарт 2022 жылға дейін бекітілді. Испания чемпионаты маусымның басында Барсаның шабуыл шебіндегі негізгі 3 ойыншының бірінен соң бірі жарақат алуына байланысты Фати күтпеген жерден клубтың негізгі құрамына шақыртып алды. 2019 жылдың 25 тамызында Бетиске қарсы дебюттік ойынын көрсетіп, соңғы 78 жылда каталондықтардың сапында өнер көрсеткен ең жас ойыншы атанды. Алаңға ойынның 78 минутында ғана шықса да, жас ойыншы өзіне берілген аз уақыттың ішінде өз ойынымен жанкүйерлердің көңіліне жол таба білді. Испандық тілшілердің айтуына қарағанда, Фатиді негізгі құрамға шақыруға септігін тигізген ойыншылардың бірі команда капитаны Лео Месси. Бұған дейін Лео клубтың ішкі саясатына араласатын жайлы сізбен бізде естіп келеміз. Сондықтан бұл ақпараттың рас яки жалған деп қабылдауыңыз өз еркіңізде. Фати ойыны расында керемет, маған ұнайды. Болашақта футбол әлемінде өз орнын табу үшін мен оған қолымнан келгенше көмектесуге дайынмын, деп аргентиналық шабуылшы Барселонаның ресми сайтында өз ойын ашық айтқан болатын. Бірақ осы бір жайттармен Леоның Фатимен бірге әлеуметтік желіде бірге түскен суретін алып қарасақ, футбол сиқыршысы Рональдиньо өз кезінде командаға жаңадан қосылып жатқан жас аргентиналықты бауырына басып, өз тәжірибесімен бөліскен уақытымен ұқсата аламыз. Егер расында алдағы уақытта Леоның өзі қолдау білдіретін болса, жас таланттың ойыны күн сайын емес, сағат сайын артуы да ғажап емес. Каталондық клубқа 3 маусым бойы Неймардың сағызша созылған трансферін күтіп, оған қыруар қаржы төлегенше, клубтың өз мектебінен футбол сабағын үйреніп, даярланып шыққан ойыншыға ден қойғаны тиімдірек. Лео мансабын аяқтап, клубтан кеткенде, оның салып кеткен сары жолмен жүріп, Фатидің клубтың тірегі болмасына кім кепіл? Сол бір дебюттік ойында Ансудың жасыл алаңға шығу үшін клуб басшылығы оның ата-анасынан рұқсат сұрауға тура келген. Себебі ойыншының жасы кәмелеттік жасқа жетпеген еді. Бұл сәт менің өмірімдегі ең бақытты сәт. Ұлымды клубтың бас бапкері Эрнесто Вальверде негізгі құрамға шақыру үшін менен рұқсат сұрағанын естігенде бақыттан басым айналды. Жұбайым екеуміздің төбеміз көкке жетті. Мен енді дәл қазір өмірден озсам да бақыттымын, деп әкесі Бори Фати қуанышын жасыра алмады. Дәл осы ойыннан кейін Барселонаның экс-ойыншысы Христо Стойчков клубтың академиясы Ла Масияның 2 түлегін салыстырды. Хави Симонс PSG-ның 2-ші құрамында жүргенде Фати Барсаның негізгі құрамында өнер көрсететін деңгейге жетті. Аталған ойыншылардың бірі ақшаны таңдаса, екіншісі футболды таңдады, деп экс-каталондық өз пікірін білдірді. Келесі турда Осасунаға қарсы өткен сырт алаңда жас ойыншының айы оңынан туды. Фати алаңға алмасып кіріп, дебюттік голын соқты. Бұл гол клуб тарихында алтын әріппен жазылары сөзсіз. Себебі Фати Барселона тарихында гол соққан ең жас ойыншы атанған болатын. 2019 жылдың 17 қыркүйек күні Чемпиондар лигасындағы алғашқы ойынын өткізді. Кездесу Боруссия Дортмундқа қарсы өтті. Бірақ Ансу бұл жолы көзге түсе алмады.
Фати Чемпиондар лигасында көпшілікті голдан көп күттірмеді. 2019 жылдың 11 желтоқсан күні Интерге қарсы өткен ойында алаңға 85 минутта кіріп, небары 1 минуттан соң 86 минутта қарсылас қақпасының айласын тауып, өз командасына жеңіс голын сыйлады. Бұл ойында да кезекті рекорд иесі атанды. Ансу Фати Чемпиондар лигасының тарихында гол соққан ең жас ойыншы атанды. Фатидің отбасы. Ансудың әкесі Бори Фати футболшы болған. Олың дәл осы спортқа баулған адам оның әкесі еді. Елінде болып жатқан дағдарыстан соң Бори отбасымен елден кетіп Испанияға келуге мәжбүр болды. Боридің тапқан табысы нәпақасына жетпегесін қызметін ауыстырып, танымал испандық экс-ойыншы Рафаэль Гордильоның жеке көлік жүргізушісі болды. Әкесі мен анасы бүгінде 5 баланы тәрбиелеп отыр. Атадан ұл туып, ата жолын қуған Боридің 3 ұлы да футболмен айналысуда. Ансудың ағасы Брайм Ла Масия мектебінде, інісі Тиаго Мессимен бірге жаттығады. Фатидің дәл қазіргі көрсеткіші клубпен бірге 20 ойын өткізіп, 5 гол мен 1 нәтижелі пастың иесі атанып тұр. 20 ойынның ішінде алаңда өткізген 90 минуттық ойындары саусақпен санарлық. 17 жастар ойыншы үшін бұл нәтиже жаман емес. Фатиді әзірге аргентиналықпен салыстырып, немесе жаңа Месси деп атап қажет емес те шығар. Себебі бұған дейін жаңа Мессилердің сан түрлісін көрдік. Бірақ сол жас таланттар қазір қайда? Алысқа ұзамай-ақ Блаугран академиясынан шыққан жас таланттарды алып қарайық. 17 жасында жарқылдап, кейіннен ұмыт болған Боян Кркич. Ла Масияда жүріп, жасөспірімдер арасындағы жұлдыз атанғанымен, ПСЖ-ның ат басындай алтыннан бас тарта алмаған Хави Симонс. Құрама ішіндегі бәсекелестіктен жеңіліп, Реал Бетиске ауысуға тура келген Карлес Аления. Аталған ойыншылар Барселонаның болашақ ондығы деп сенген ойыншылар еді. Зер салып қарасақ, құдды жаңа Месси деп ат қойған ойыншыларға бақ пен дар емес, керісінше қарғыс қонатындай. Сондықтан Фатиді екінші Месси емес, бірінші Фати деп атағанымыз жөн болар. Сіздермен бірге болған Шерхан Абзаұлы. Видео ұнаса, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып кетіңіз.